Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қасқыр мен түйін. Жаңа сабақ тақырыбы бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Түйін өмір сүреді. Бұтақтан бұтаққа құлайды. Ашуланады. Жалынады. Жіберші. Қорқамын. Қорқытасың. Залым. Жамандық жасамаймыз. Сөз беремін. Тырысып жүр. Жазылым тапсырмасы. Екінші тапсырма. 56-шы бет. Берілген сөздерді пайдаланып сұраққа жауап бер. Диаграмманы толтыр. Қажетті сөздер: мейірімді, залым, әдемі, сұлу, жақсы, жаман, сор, ашуланады, ашуланбайды, ақылды, ақылсыз, тағы да басқалары. Не, қандай деген сұраққа түйін қандай және қасқыр қандай деген сұраққа қажетті сөздерді пайдалана отырып жауап береміз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.